бізге қазір бәрібір. Біздің үйімізге, өзіміздің жаман бір бөлмелі, екі бөлмелі үйімізге жау келмейінше, бізге бәрібір. Көрші квартираға келсе де қыңқ етпейміз біз. Сондай дәрежедегі немқұрайлымыз. Біздің қорқақтығымыздың шегі айдалада киіз үйдің ішінде отырып, бір ауыз ұлт туралы бір шындықты айтып қалсаң, үй артында кісі бар, үй артында кісі бар дейді. Өзінің көлеңкесінен қорқатын ұлтқа айналдық. Соның кесірінен барлық салада тұлпардан есек озады, өлеңнен өсек озады, сыйластықтан төсек озады. Қоғамның дерті. Осы. Иә.